Мынау Сарыағаш колледж медресесінің қоян фермасы. Біз қанша кепедік, Нұрболат? 12-мен бастағанбыз. 12 алып кебек, қазір қанша болды? Қазір 200 қанша екен, 200 үстінде. Анада бір қыстықта біраз қырып алды. Күн бірден ысып кетті, біз бұрын қоян бақпағанбыз. Міне енді өте жан-жағының бәріне жаңағы экскавация қып, жер бетін қойдық иншалла, вентиляторлар бар. Шілдеден кейін бұл басуды бастайды. Биылдың өзінде мыңнан асырамыз деген бір үміттеріміз бар. 25-тен асқан деген туатын қояндар өліп кетеді екен. Туалмай өліп кетеді, көжектер өледі. 25-тен төмен, 15-тен жоғары осы температура. Суына мән беру керек, су өте таза болу керек, жем-шөп таза болу керек. Қоянға сұраныс өте үлкен. Біздің Сарыағашта 50 крот болатын болса, соның бәріне диетический ауқатқа қоян сұрап жатыр. Әзір бізге қоянның етін бер деп жатыр. Көп қояндарымызды сойып сияқты өткізіп жібердік иншалла. Күніне мыңдаған қоян сойып өткіземіз деген үміттеріміз бар. Қытайдың ақ қояндары бар екен, өте үлкен болатын. Енді барып, күзде барып соны алып келеміз. Ал 70-тей туатын қоян бар. Кейінгі жылы келгенде өсерде 5-6 мың қоян, одан кейінде 100 мыңдаған қоянды көретін уақыттарымызды Алла тағала бізге жақын қылсын. Аллаху акбар.